Ауzu биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад Мустафа ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва халил уqдатам мин лисани яфқаху қаули. Аллахумма ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Сумма ма ба'д. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Құрметті бауырлар. Алла субхана ва тағала Алланың жақсы көретін сүйікті мешітіне алыстан жақына келген қадамдарымызды Алла сауаптан жазғай. Алла субхана ва тағала пайғамбарымыз дұға еткенде осы отырысымызды берекелі, хайырлы, пайдалы білім мәжіліс отырысынан бол нәсіп етсін. Алла тағала осы мәжіліс отырысында баршамыз пайдалы білім алып, алған білімімізге амал етуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін деп Алладан дұға сұраймыз иншалла. Біздер өткен дәрсімізде қай сахаба туралы өткен едік? Анас ибн Малик деген сахаба туралы, естеріңізде болса. Бүгін Алла қаласа Саид ибн Амир әл-Джумахи деген сахабаның кезегі. Жазып қойыңыздар, бауырлар. Есімі қалай? Саид ибн Амир әл-Джумахи деген сахаба жайында болады. Бұл кісінің лақап мәселесі олардың арасында Саид бин Амир ражун иштара ахирата бид дуния деген атақпен аталады. Саид бин Амир деген сахаба ақыретін дүниемен сатып алды деген атағы бар бұл кісінің. Есімі қалай? Ақыретін не істеп алған? Дүниемен сатып алды деген. Алла қаласа қазір соған тоқталатын боламыз. كان الفتى سعيد بن عامر الجماحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء القريش ليشهدوا مصر خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد عليه السلام. Саид бин Амир деген сахаба, әлі бұл кезі сахаба емес кезі, пайғамбар алейхиссаламның Хубайб ибн Ади деген сахабасын Мекке мушриктері қолға түсіреді, яғни тұтқынға. Білесіздер, Мекке мушриктері сахабаларға көрсетпеген зұлымдықтары жоқ, бірақ олар ешқашан жаманшылықпен қайтарған емес сахабалар. Солардың зұлымдығынан құтылайық деп Аллаға жалбарынып жүріп, Алладан рұқсат алып, Меккеден Мединеге көшіп кеткен сахабалар. Бірақ соған қарамастан солар не істейтін еді? Шамалары келсе, сол мұсылмандықты қабылдаған сахабаларды Меккеге алып келіп, соны азаптап, зиян бергенді өздеріне дұрыс көретін. Сөйтіп, осы жолы Хубайб ибн Ади деген сахаба қолға түсті. Бұл пайғамбар алейхиссаламның сахабаларының бірі. Сол кезде елдің бәрін жинап, сол халықтың ішінде жаңағы Саид ибн Амир дегенде жас бала кезінде дейді, жас жігіт кезінде сол жиында болды. Не болып жатыр ол жерде? Не болып жатыр? Мушриктер не істейін деп жатыр? Қинап емес, өлтірейін деп жатыр. Соны елдің бәріне әлі ғибрат ретінде кім сол Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллям артына еріп, сол алып келген дінге кіретін болса, ондай адамдардың жазасы осындай болады деген ғибрат ретінде адамдарды бәрін алаңға жинап, сондай шара болып жатыр ол жерде. Сол жерде жаңа Саид бин Амир дегенде бала кезінде көргенін жеткізіп жатырмыз жерде. Сөйтіп, жаңағы олар өздерінің заңы бойынша соттады. Сот сондай шешім қабылдады, ол өлтіру жазасына кететін болды. Өлім жазасы. Енді бұл сахабалардың істеген бір несі жоқ, сондағысы Алла деген үшін ғана. Расуллаға ілескені үшін ғана, айыбы сол ғана. Оларға бір қылмыс жасаған ешқандай дәлелденіп тұрған жоқ. Бірақ жаңағы Хубайб ибн Ади деген сахаба денесін тік ұстаған халінде оларға қасқайып тұрып айтқаны: "Ин ши'тум ан татрукуни арка ракаатайн қабла масраға фафхалу." Мен сіздерден бір нәрсені сұраймын, соны орындасаңыздар, одан кейін білгендерін қылыңдар деді. Сұра, не керек саған деген еді? 2 ракат намаз оқуға рұқсат берсеңіздер деді. Не сұрап жатыр ол? Мені жібере салсаңыздар,
екінші ондай істемеймін, тағы бір жеңілдік, ондай айтып жатқан жоқ. Ол не сұрады ол жерде? Алла субхана ва тағала 2 ракат намазымды оқиын деді. Одан кейін білгендерін қылыңдар. Кейін Мекке мүшриктері оған рұқсат берді. Сөйтіп жаңағы Хубайб радиаллаху анху 2 ракат намазын оқыды. Бірақ өте ұзақ оқуға әрекет жасады, бірақ қысқа қайырды. Кейін соңында айтты: "Алла тазунну анни аталту салата жазаан минал маути ла астаксарту мин ас-салати." Егер сіздер өлімнен қорқып намазын ұзартып жіберді деп айтпағандарыңызда, мен ұзақ оқығым келді деді. Өйткені мен намазды солай оқитын адаммын негізінде дейді. Бірақ мына жерде осы күні ғана мен намазымды қысқа оқыдым деді. Өйткені мен білемін, сіздер не айтасыздар? Өлімнен қорқып, мынау не істеп тұр дейді? Намазын ұзақ оқыды деп айтасыздар, мен сіздерді білемін деді. Кейін жаңағы Мекке мүшриктері, үлкендер әрине, басшылары, оған және бір мәселе көтерді. Сені қинамай, азаптамай өлтіретін бір жол бар деді. Бірақ бір шартымыз, сен діннен қайтасың деді. Егер діннен қайтып Мұхаммед пайғамбар саламға жаман сөздер айтатын болсаң деді, онда біз саған жеңілдік қылып, мүмкін азат етуіміз де мүмкін деді. Оны ойластырамыз деді. Әлі де қара, өлімге кесіп қойса да, шайтан деген нәрсе бар. Шайтанның әскерлері болатындығын айтқан. Ана Нас сүресінде, "Қул аузу би раббин-нас, маликин-нас, илахин-нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин-нас минал джиннати ван-нас." Сондай васваса қылатын жындардан болған, адамдардан болған, солардан Алла сенен пана тілеймін деп айт деді ғой Нас сүресінде Алла Тағала. Сол адамдардан болған, кейде сондай адамдардың, шайтандар сондай жұмыс атқаратын адамдар бар. Әлі азғырып жатыр. Бауырлар, мынау Адамның өлім сәтінде деген кітап бар. Сол кітапта келтірген, адам өлейін деп сакаратул маутта жатқан кезде, сакаратул маут деген өлім халі. Сол кезде шайтан әбіліс сол мезетте де адамды тыныш қоймайды. Соған дейін 24 сағат иығымызға асылып алып, иығымыз айналып жүреді жанымызда, тек қана төбемізден өте алмайды сол әбіліс шайтан. Өткен төбемізде ол нұр, ол күйіп кетеді, ол айналып жүреді, бірақ оң иығыңа келіп сыбырлайды, сол иығыңа келіп сыбырлайды. Есіне есің басқа қыласын, сон бәрі шайтан амалдарынан. Сол кітапта айтқан, адам сакаратул маут өзінен кетіп қалған кезде, жанында, басында отырған кісілер иманын үйіріп дейміз ғой қазақша. Иманын үйіріп, калимасын айтқызып, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух айтыңыз деп отырса, сол кезде анау сакаратул маутта өлім халінде жатқан адам жоқ деп айтса деген ғұламалар айтқан. Кейін сөйтіп өліп кетсе, өмірден өтіп кетсе, сендер жаман сөз таратпаңдар халықтың арасында деген. Өйткені ол жоқ деп сендерге айтқан жоқ дейді. Ол шайтанға айтты. Шайтан сол жерде деген 2 кесесін қолына ұстап алып дейді, суды сапырады деген былайдан. Өйткені ол қатты шөлдейді, ондай кезде адам, сол кезде айтады екен: "Мына қазір суды саған құйып беремін, сен Құдай жоқ деп айтсаң, соны ішесің де қайтадан өміріңді жалғастыра бересің. Бірақ нәрсе сұраймын сенен. Алла жоқ деп айтсаң болды." Деп шайтан әбіліс ең адамның соңғы сәтінде де кәпір болып өмірден өтіп кету үшін жұмыс істейді деген сол жерде де. Сол кезде мұсылман адам, иманына берік, өмір бойы сол күнге дайындалып жүрген адамға Алла бәрімізді нәсіп етсін иншалла, иманмен, исламмен өмірден өтуімізді. Сол адамға Алла Тағала күш қуат беріп қояды деген, ол шайтанмен сол жерде ерегіседі деген. Жоқ, иблис, аузубилля, кет жоғал деп, сонымен ерегіседі деген. Бірақ енді мына жақта отырған адамдар жоқ деп айтты да өмірден өтіп кетті, біз оған калима айт деген еді, жоқ деп айтты деп сөз таратпаңдар дейді. Ол жоқ деп кімге айтып жатыр? Шайтан иблиске. Дәл сол секілді Мекке мүшриктерді Хубайб радиаллаху анхуға азғырып жатыр. Не деп жатыр? Егер сен Мұхаммедті пайғамбар емес, өтірік оныкі деп айтсаң, мүмкін сені былай жібере салымызда, мүмкін ол ғажап емес дейді. Кейін Хубайб радиаллаху анху пайғамбар алейхиссаламның пайғамбарлығын ешқашан оны жоққа шығармайтындығын көзі жеткеннен кейін олар айтқан: "Жарайды деген, ең соңғы бір саған мүмкіншілік берейік" дейді мына жерде. "Сенің орнында қазір Мұхаммедтің тіпті қиналған жақсы көресің ба сен" дейді. Сенің орнына қазір осыны байлап қойсақ орныңа, Мұхаммедті жаңағыдай жоққа шығармай-ақ қой, жарайды. Өйткені сен сол үшін деп азап шегіп жатсың. Сенің орнында соның азаптанған жарайды қалайтын едім деп қалсаң, оған да жеңілдіктер бар дейді. Сол кезде Хубайб радиаллаху анху айтқан сөзі:
ей кәпірлер, не айтып жатсыңдар сендер деген. Пайғамбар алейхиссаламның маңдайына кіретін тікен деген, аяғына кіретін тікен менің маңдайыма кірсін деген да ол кісі. Ешқашан Расулалланың деген менің орныма азапталған мен ешқашан дұрыс көрмеймін деген. Бәлкім деген Расулалланың орнына менің ата-анам құрбан болсын деген. Яғни сахабалардың ұраны осындай болған. Біздің ата-бабаларымыздың ұраны алаш болса, алаш. Ал сахабалардың ұраны не болған? Ата-анамыз Расулалланың жолында құрбан болсын деп. Білесіздер, ата-ана балаға қандай жақын адамдар. Әкең үлкен асқар тау, анаң қандай мейірімді анашың. Бірақ сондай адамның өзін пайғамбарды одан артық көру деген хадис бар ғой, білесіздер. Яғни Расулаллах саллаллаху алейхи айтқан, кім Алланы, оның пайғамбарын бүткіл болмыстан артық жақсы көрмейінше не болмайды деген, иманы толық болмайды деп айтқан. Омарға айтқан өсиеті бар, оны білесіздер, үлкен қисса, айтпай қойын. Сөйтіп жаңағы кімдер? Мекке мүшриктері жаңағы Хубайб радиаллаху анхуды азаптап өлтіру несіне кірісті бұлар. Сол кезде Хубайб радиаллаху анху қолын жайып, алақан екі қолын жайып дұға жасады. Аллахумма ахсейким ададан вақтулухум бададан вала туғайдир минхум ахадан. Алла субхана ва тағала, мынау сенің жолыңда жүрген, сенің сүйікті құлдарыңа зиян беріп атқан мүшриктерді жермен жексен қылып жіберші осылар сен. Сен оларға жетерлісің. Алла, осыларға сен өзің қаһарыңды көрсет деген мағынада Хубайб радиаллаху анху дұғасын жасады, олар азабын бастады. Сөйтіп сол немен жан тапсырды Хубайб радиаллаху анху. Енді Саид ибн Амир деген сахаба жайында жүріп жатыр бүгінгі дәрісіміз. Сол Саид содан кейін, сол оқиғадан кейін жатса тұрса сол Хубайбты көретін болды. Түсінде де, өңінде де. Оның қандай азапталып өлгенін ана жерде. Кейін өліп бара жатып, жаңағыдай қолын жайып, дұға жасап кеткен. Соны күнде, түсінде де, өңінде де көре беріп, күндердің күнінде жаңа Саид ибн Амир деген жігіт дінді қабылдады. Не қабылдады? Дінді қабылдады. Біздің арамызда намаз сөйтіп бастайтындар бар. Біреулер бар, намаз бастаса тыныштық па бауырым дейді. Бірдеңе болды ма дейді. Біреу обязательно сол машинасымен авария болып қала жаздап барып намаз бастайтындар бар. Или түс көріп жүріп, қой жақсы түс көрейін деп намаз бастайтындар бар, та басқа. Енді мына сахаба жайында оны әңгіме айтпай қойып, бірақ мына сахабаның дінге келуіне сол ана кісінің тірі кезіндегі көрген айтқан сөздері себепкер болды. Не айтты ол кісі? Қалай намаз оқығаны, Аллаға жалбарынып тәуба жасағаны, соның бәрі көз алдында болып, ол кісі не істеді? Дінді қабылдады. Сөйтіп Алла субхана ва тағала жаңа Саид ибн Амир деген кісіні ислам дінін нәсіп етіп, жүрегіне иман кіріп, сөйтіп Мекке мүшриктеріне өзінің ашық дінді қабылдағанын жеткізді. Сөйтіп Мединеге көшетіндігін айтты. Ол да батыр сахабалардың бірі болды. Жау жүрек жігіт болған. Ақиқатты көрді, кімнің кім екенін. Олдай жаңағы Хубайб радиаллаху анхуға зиян беріп, былайша айтқанда Мекке мүшрикті әділетсіздік қылған көзі көрді оны. Ана сахабаның өліп кеткені ешкімге зиян берген емес ол. Ол таниды ол кім екенін. Сондағысы Алла дегені үшін ғана сол халық жауы батылды былайша айтқан кезде. Халық жауы болып. Негізінде халық жауы емес ол кісі. Сөйтіп Саид ибн Амир радиаллаху анху дінді қабылдап, неге Расулаллаға қарай жол тартып Мединеге көшіп кетті. Кейін Пайғамбар алейхиссалам жанында көп жүретін сахабалардың біріне айналды бұл кісі. Пайғамбар алейхиссалам жанында Хайбар соғысына қатысқан ол кісі. Хайбар соғысына. Одан кейінгі ғазауаттарға да пайғамбардың жанында жүріп, бірге иық тіресіп соғысқан сахабаға айналды. Кім? Кім жайында жүріп жатыр? Саид ибн Амир деген сахаба жайында. ولما انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وهو راض عنه زول من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبو بكر وعمر. Пайғамбар алейхиссалам Алланың рахметіне кеткеннен кейін, яғни өмірден өткеннен кейін Расулалла, Пайғамбар алейхиссалам разы болып кеткен сахабалардың ішінде ол сол да болды. Яғни Расулалла өзінің көзінің тірісінде разы болып кеткен сахабалар бар бауырлар.
Міне дін жолында жүрген бауырлар, имамның, ұстаздың сондай шәкірт болуды нәсіп етсін бәрімізге. Имамдар, ұстаздар көзінің тіріс кезінде бізге разы болып кетсін сол кісілер. Разы болу үшін не істеу керек? Оның жанында жүру керек. Білімін алып керек, қызметін жасап, дұғасын алып жүру керек. Міне сондай сахабалар өзіне дұрыс көретін еді, пайғамбардың дұғасын алып, разы болып кеткен сахабаларға айналды. Кейін пайғамбар алейхиссаламнан кейінгі халифа кім? Абу Бакр Сиддиқ. Одан кейінгі Омардың да халифаттық уақытында жанында болған сахаба болды. Қолдады соларды. Қандай небір қиын замандар болды. Екі халифаның да жанынан табылып, ақиқатты қолдап жүрген адамдардан болды. Бауырлар, әр заманда небір фитналар болады. Қазіргі күнімізде де небір фитналар болып жатыр. Жамағаттың арасында небір бөлінушілер болып жатыр. Айтарымыз бауырлар, муфтиятты ғана қолдайық. Бас муфтиіміз бар, Алла қуат берсін. Муфтиятымыз бар, қара шаңырағымыз. Қалай болғанда соны қолдау керек. Міне біз сол кезде ел боламыз бауырлар, біз сол кезде көгереміз, өсіп өнеміз. Әркім қазір өз дегеніне, әркім өзінің ойына келгенін айтып, жан-жаққа жұмалап тартатын болсақ, қазақ не дейді? Бөлінген не дейді? Бөрі жейді. Онда бөлінетін болса, көрінген адамға бәріміз жем боламыз. Міне Саид ибн Амир радиаллаху анхуда сол Абу Бакрдың уақытында да фитна болды бауырлар. Зекет бермеймін дейтін сахабалар шыққан сол кезде. Зекет бермеймін дейді. Неге бермейсің десе, не дейді? Пайғамбар тірі кезде беретінбіз пайғамбарға. Енді пайғамбар өмірде жоққа кімге береміз зекет дейді. Сол үшін ренжіме, зекет бере алмаймыз деп, тіпті Омардың өзі қатты ғой Омар. Омардың өзі Абу Бакрға жалынған кезі болған. Момындардың патшасы өтініш. Бермесе бермей кетсінші осылар дүниелерін. Соларға мұсылман бауырымыздың қанын төгеміз ба деп, Омардың өзі жұмсақты қылған сол кезде. Омар айтқан радиаллаху анху, мен Абу Бакрды танымай қалдым сол кезде дейді. Абу Бакрды білесіздер, өте жұмсақ адам. Бірақ мынау қоғамдағы тыныштықты сақтау деген кезде Абу Бакр ең қатты адам болып кеткен сол кезде. Омар деген Расулаллахның уақытында сол адамдар зекетін беріп, анау ешкісін берген кезде жібіммен қосып берген болса дейді. Бүгінгі күнімізде ешкісін беріп жібімді бермеймін десе, жіпке де соқсам мен деген. Не айтып жатсыңдар сендер? Деп қатты тұрғанның арқасынан адамдар қайттан зекет бере бастаған. Міне Абу Бакрдың Сиддиқ радиаллаху анхуға Алла разы болсын, қияметке шейін сондай фитнаның есін жауып кетті. Ойламаңыздар, әр ғасырда сондай фитналар болып тұрады өзі. Мұсылмандардың ішінде кәпір жайын айтқаным жоқ. Мұсылмандардың өзінде арасында не болып тұрады екен, сондай сынақ болып тұрады екен. Сол үшін бауырлар айтарымыз, міне біз білеміз, бірақ нәрсені ақиқат ол еліміздегі муфтиятымыз. Қалайсың ба, қаламайсың ба, Алла оны қалады. Міне 3000-ға жуық қазір мешіттің бәрі соған тіркеліп тұр. 4000-ға жуық мешіттің имамдары сол кісінің муфтияттың бұйрығымен жұмыс жасап жатыр. Енді не? Алланың баракаты, Алланың несін бәрі сол жерде тұр бауырлар. Міне Саид ибн Амир радиаллаху анхуда сол Абу Бакр Сиддиқтың уақытында небір қиын замандарда соның жанынан табылды, соны қорғайтын адамдардан болып жүрді. Кейін Омар радиаллаху анхуда, Абу Бакр радиаллаху анху Алла рахметіне кеткеннен кейін Омар халифа болды. Сол Омарды да қолдайтын адамдар болып жүрді. وعاش مثلا فريدا فزا للمؤمنين الذين اشتروا الآخرة بالدنيا وآثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد وكان خليفة رسول الله عليه السلام يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه ويستعان إلى نصحه ويسخان إلى قوله دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال жаңа екі Омарда, оның алдында Абу Бакрда, Саид бин Амирді Пайғамбар алейхиссаламның жақсы көретін сахабалар екендігін олар жақсы біледі. Ол Саид бин Амирдің қаншалықты тақуалық, ел үшін адал екендігін, нағыз азамат екенін ол екеуі қатты бағалайды. Кейін Омар бин Хаттабта халифа болып таққа отырған күні Омардың алдына кіріп былай деп айтты: "Я Омар, усика ан тахша Аллаха фин-нас ва ла тахша ан-нас филlah." Ай Омар, мен саған бір өсиет айтайын деді. Мына бүгінгі отырған орның қайырлы болсын. Мен сізге бір өсиет айтайын деді. Айтыңыз деді. Сөз ай Омар деді, саған өсиет етіп, адамдардың арасында әділдік қылғанда Алладан қорқып әділдік қылыңыз деді. Не деп жатыр? Адамдардың арасында әділдік қылыңыз деді. Құдайдан қорқып деді. Адамдардан қорықпаңыз деді. Алланың хақысына келген кезде адамдардан қорықпай Алланың үкімін, шариғатын жүргізіңіз деді. وَأَلَّا يُخَالِفْ قَوْلُكَ فِعْلِكَ Және айтарым, сөзіңіз бен ісіңіз бір жерден шықсын деді.
Иә? Файна хайрул қаул ма садақаул фи'л. Өйткені сөздің ең жақсысы іспен көрсеткен сөз деді. Яғни айтқан сөзің істеген амалыңмен бірге келсе, сол айтқан сөздердің ішінде ең жақсысы сол деп есептелінеді деді. Я Умар, أقم وجهك لمن ولك الله أمره من بعد المسلمين وقريبهم وأحب لكم ما تحب لنفسك وأهل بيتك وأكره لكم ما تكره لنفسك وأهل بيتك. Және я Умар деді, сен жүзіңді ертең Алланың алдында жарық болудан, басшылық қылуды, әділдік орнатуыңды сұраймыз деді. Және мұсылмандардың бақытты болуына соған көп жұмыс жасауыңызды сұраймыз. Өзіңіздің әхіл-байт деп айтқан өзіңнің туыстарыңыз бар ғой, бала-шағаң бар. Сол бала-шағаңа, ағайын туыстарыңның қаншалықты бақытты, баянды өмір сүруін қаласаңыз, халқыңыздың да сондай бақытты, баянды болуын сондай деңгейге көтермейінше жұмыс жасауыңызды сұраймыз деді. Ва худил гамарати илал хаққи ва ла тахафиллахи лаумата лаим. Өсек аяннан қорқып, ақиқатты тұрғызуда әлсіздік қылмауыңызды сұраймын деді. Фақала Умар, ва ман ястатфу залика я Саид. Ей Саид, осы айтып атқандарыңды кім жасай алады деді. Иә? Бәрінде бір өсиет айтып атсын, тыңдап отырмын. Сол айтып атқандарыңды іске асыра алатын кім бар деді. Фақала ястатиуху ражул мисука мимман валлахумуллаху амра уммати Мухаммад. Оны жасай алатын болғанды мен сізге айтып жатырмын деді. Мұхаммед алейхиссаламның сахабаларының ішіндегі сіз деймін сізге айтып жатырмын деді. Иә? Сізді жақсы танығандықтан, сондай істей алатын болғандықтан мен сізге ғана осы нәрсені айтып жатырмын деді. Валайса байнаху байналлаху ахадун. Өйткені сізне және Алланың арасында ешқандай нәрсенің болмайтынын мен жақсы білемін деді. Яғни Омар радиаллаху анху Алла субхана ва тағаланың хаққысына келген кезде ешкім танымай қалатын сахабадан бірі осы. Соны айтып жатыр. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى موازرتك وقال يا سعد إن ملوك على أهل حمص فقال. Кен Омар бн Хаттаб айтты, бәрекелді, онда мен де саған айтарым бір тапсырмам бар. Егер сен мені патша деп сыйлап, таққа отырғызыңдар өздерін, мен бұл жерге лайық емес едім. Бәрің жабылып, мені таңдап, Омар болсын, халифа болсын деп өздерің саңдадыңдар. Мен басшымын. Сен менің алдыма келіп тұрсың, енді менің де саған айтар өсиетім бар деді. Айтыңыз деді. Сен деді ана Химс деген жерге барып шейх аким болып кетесің деді. Не деп айтты? Химс деген сол мұсылман өлкесіне жататын, сол жерге қарайтын елді мекен. Сол жерге бас шығып тағайындаймын сізді деді. Сол жаққа кетесің деді. Фақал я Умар нашаттукаллаху аля тафтанинани. Ей Омар, өтінемін, мені онда фитнаға салмаңыз деді. Мен ол үшін келгенім жоқ. Өтініш мені, яғни бұлар фитна деп бауырлар басшылықты айтатын болған. Сахабалар басшылық не деп қабылдаған олар? Фитна деп қабылдаған. Қазір күнде адамдар басшылыққа мүмкін әрекет қылып атқан болуы мүмкін. Танысын салып, жәкесін звондатып, біреулер пара беріп атқан болуы мүмкін. Мақсаты бастық болу. Ал сахабалар керісінше басшылық не деп қабылдаған олар? Фитна деп қабылдаған. Өтініш мені онда фитнаға салмаңыз өтініш деді. فغضب عمر وقال ويحكم وضعتم هذا الامر في عنقي ثم خليتم عني. Сосын Омар ашуланды. Хаттабтың баласы Омар радиаллаху анху ашуланып ренжіді. Сөйтіп сендерге уәйіл болсын деді. Сендер қызықсыңдар деді. Өздерің мені сол жаққа басшылыққа қойдыңдар халифа қылып, енді өздерің маған көмектеспесең кеткілерің келеді жан жаққа деді. Кетіңдер деді барлықтарың. Кетіңдер. Сөйтіп Хаттабтың баласы Омар ертең қияметте Алланың алдына барған кезде жүзі қап-қара болсын. Берілген аманатты жасай алмастан қиянат қылсын Омар деді. Сендер жүздерің жарық болып жүре беріңдер деді. Деп Омар ренжіді сол сахабаларға. Не деп айтты? Кетіңдер деді. Солай деп айтқаннан кейін барып قال وما أفعل بك يا أمير المؤمنين فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي ثم مدى إلى حمص. Кейін жаңағы Саид бин Амир деген сахаба халифадан кешірім сұрап, Алла разылығы үшін айып етпеңіз, сіз ренжіп қойған болсам айып етпеңіз, қайда кетесің сонда кетемін деп Химс деген өлкеге басшы болып кетті. وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق به من أهل حمص فقال لكم اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتكم.
Кейін күндердің күнінде Омар ибн Хаттабтың елшілері Химисқа келеді. Химисқа келіп, ол жердің басшылығынан емес, сол Химиста елге танымал болған, беделді болған адамдарды тауып алып, солардан сұрай бастайды. Жағдай қалай мына жерде? Бәрін әңгімелесіп болғаннан кейін айтады, осы Химис өлкесіндегі ең мұқтаж адамдардың спискасын беріңдер дейді. Тізімге жазып беріңдер, біз соны өкіметтен, байтыл малдан оларға қаражат бөлетін боламыз. Кейін жаңағы кісілер біледі ғой елде кім мұқтаж екен. Соның бәрін тізіп берді. Сөйтіп соның ішінде Саид ибн Амир дегенде есім аталып жазылып тұр ол жерде. Кейін сұрады, Саид ибн Амир деген кім мынау? Тізімде сондай ат жазылып тұр. Кейін олар айтты, біздің басшымыз ол деді. Жаңа сөзге басшы болып барған жаңа кісі бар ғой. Сол қандай тізімге ілініп кетті? Сол Химистағы ең мұқтаж адамдардың тізімінде сол кісі тұр. Ана келген делегация танымайды, кім мынау деп. Саид ибн Амир деген кім? Десе, біздің басшымыз ол. Халифа тағайындаған осы өлкенің басшысы сол деп жатыр. Осы жердің әкімі дейді. Сол қандай тізімде жүр? Мұқтаж, кедей адамдардың тізімінде жүр. Кейін жаңа кісілер Амирукум фақир, қалай сонда сіздердің әмірлеріңіз, басшыларыңыз пақыр міскіндердің қатарына тұрған адам ба дейді. Қаланам. Ва валлахи иннаху ла тамуру алейкил айям тивал ва ла юқаду фи байтихи нар. Алланың атымен ант етеміз деді. Шынымен біздің басшымыз өте кедей адам деді. Біздің білетіміз деді, ол кісінің үйінде бірнеше күндеп тамақтың түтіні шықпайды деді. Үйінде ыстық тамақ жасалынбайды, бірнеше күнделіп деді. Мысалы, қазір біздің күнімізде Аллаға шүкір күніге бір мәрте немесе екі мәрте тамақ істеп жатқандар бар. Кемде бір мәрте істелінеді ғой енді. Әлбетте істеген кешке жылтасап жеуі мүмкін. Одан да күрі тойлары, жоқ итке беріңдер, тазасын істеңдер, кешке басқасын жейтіндер болуы мүмкін. Мысалға деп жатырмын. Біздің күнімізде Құдайға шүкір. Ал мына кісінің үйінің уақытында бір күн емес, бірнеше күн бойы бір ыстық тамақ жасалынбайтындығын айтты. فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته ثم عمد إليه 1000 دينار فجعلها في سرة وقال اقرأوا عليك السلام مني وقل له بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجتك. Сөйтіп жаңағы делегация өкілдер халифаға осы нәрсені бәрін алып барды. Омар ибн Хаттаб бұны естіген кезде жылаған соншалық сақалдарының бәрі дымқыл болып кетті дейді. Кім жылап жатыр? Халифа Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху жылап. Сөйтіп Омар радиаллаху анху жаңағы Саид ибн Амирға сәлем хатын жолдайды. Сәлем хатпен қоса 1000 динарды қосып беріп жібереді. Динар деген алтын ақша. Дирхам болса күміс ақша болады. 1000 алтын ақша ол аз ақша емес. Соның бәрін жинап, хатын жолдап, соны қабылдап, және өзінің қажеттілігіне жұмсайтындығын соны бұйырды халифа. Осыны өзің қажетіңе жұмсайсың деп адамдар жіберді. جاء الوفد لسعد بسرة فنظر إليها فإذا هي دنانير فجعل يبيعها عنه ويقول إن لله وإنا إليه راجعون كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خطب فهبت زوجته مزروعة وقال. Кейін жаңағы кісі Саид ибн Амирға алып беріп кетті оны. Оның динар екендіктерін білген кезде Саид ибн Амир инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп айтты. Біз бұл сөзді аятты қай кезде айтамыз? Біреу қайтыс болған кезде инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деген Құрандағы аят бұл. Осыны дұға ретінде айтамыз бір-бірімізге. Баршамыз расында Алла тарапынан келдік мына әлемге. Баршамыз расында ақиқатында сол Аллаға қайтушымыз деген сөз айтамыз. Бірақ Саид ибн Амир бұл дұғаны қай жерде айтты оны? Оның үйіне ақша келген кезде айтты. Сөйтіп ол өздерінің жұмысын атқарып тыңдамай кетіп қалды жаңағы елшілер. Кейін Саид ибн Амирдің үйіне әйелі келді сырттан. Келсе ана кісінің жүзі өзгеріп кеткен күйеуін көріп, "Вақалат ма ша'нука я Саид амата амир муъминин?" Күйеуінің түрін көріп, "Тыныштық па, жүзіңіз өзгеріп кетті. Анау
момындардың патшасы қайтыс болғаннан сау ма деп айтты. Қал бәл аза мин залик. Жоқ деді, одан да жаман нәрсе болды деді. Яғни патшамыз қайтыс болғаннан да жаман нәрсе болды. Қатын үндеме деді. Қалат аусибул муслимуна фи вақатин. Мұсылмандарға бастарына бір қауіп келіп, оба ауру келіп, қырылып кетті ма деді. Мүмкін сондай хабар келген шығар. Қал бәл аза мин залик. Қатын одан да жаман нәрсе болды деді. Одан да сорақы нәрсе болып жатыр деді. Қалат ва ма аза мин залик. Одан да не нәрсе болуы мүмкін деген еді. Қал дахалат алейя дуния ли туфсида ахирати. Ва халат фитнату фи байти. Менің үйіме бір фитна келді деді. Оған да фитна дейді. Ақыретімді бұзып жіберетін фитна келді үйімізге деді. Яғни біздің ақыретімізге дайындалып жатқан дайындығымыз бар еді, кішігірім. Соны жермен жексен қылатын үйге фитна келді деді. Мен содан қатты уайымдап жүзімнің өзгергені сол деп айтты. Қалат тахаллас минха ва хия ла тадри мин амри дуnya шайан. Енді әйелі оның динар екенін білмейді. Ойбай, үйге фитна келген болса көзін құртыңыз оны деді. Бірақ әйелі оның алтын екенін білмейді дейді. Мүмкін білсе айтып барып, мүмкін айтар ма еді, мүмкін айтпас па еді дейді. Ойбай, көзін құртыңыз оны деп айтты. Қала ау туайнани аля залик. Қатын, маған көмектесесің бе оны деп айтты. Көзін құртайын, онда бірге сенің де көмегің маған керек деді. Қалат наам, әрине көмектесем деді. Айтыңыз не істеу керек? Фаақаза дананер фажаалаха фи сурарин сумма ваззааха аля фақар ал-муслимин. Сөйтті жаңағы алтындардың бәрін шығарып, оны қалталарға бөліп, сол еліндегі мұқтаж болған отбасын бәріне таратып берді дейді. Әйелі екеуі сондаймен айналысты. Лам яхмди аля залика тауил уақти хатта ата Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху даяр Шам ятафаққаду ахвалаха. Сонымен бірнеше жылдан кейін, көп ұзамай дейді, сол Шам еліне момындардың патшасы Амирул Муъминин халифа кім? Умар ибн Хаттаб өзі келді. Келіп, халықпен жағдайын көрейін, басшыларымен сұхбаттасайын деп. Сөйтіп, Химс жеріне келгеннен кейін, сол жердегі үлкенді, кішкентайында бәрін шақырды, олармен сұхбаттасты, сөйлесті. Кейін айтты, қандай шикаяттарыңыз бар, қандай мұң-мұқтаждықтарыңыз бар, бәрі дұрыс па, менің тағайындаған басшыларым қалай, деп солар жайынан сұрай бастады. Сөйткен еді, сол жердегі Химс елінің адамдары айта бастады. Біздің 4 сіздің тағайындап берген анау басшыңыз жайында 4 шикаятымыз бар деді. Шикаят деген не? Қалай? Арыз деп жамай үйреніп қалғанбыз, арыз деп. Тағандай мағынасы бар? Шағым дейміз, 4 шағымыз бар деді. Айтыңыздар не болды деді. Бірінен өткен, бірінің салмағы ауыр, бірақ ол арызымыз дейді. Шағымдарын кімге айтып жатыр бұл әңгіменің бәрін? Халифаға айтып жатыр. Біздің муфтиіміз келсе де имамды айтып жүрмеңіздер сөйтіп. Имамдарын қалай десе, 4 неміз бар біздің. Кейін Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху сұрады. Айтыңыздар, не ол? Сөйтіп айта бастайды. Ма ташку мин амирукум қалу ла яхружу илайна хата ята'ала нахар. Сол басшымыз еді, шыны керек, сол таңға жуық қана біздің алдымызға келеді мешітке намазға. Елдің бәрі одан ерте келіп оламыз. Неге кешігіп келеді бұл? Таң болмай келіп отырмай ма мына жерде елмен бірге, халықпен бірге? Намазды күтпейміз ба бірге? Сол таң аттырып, намаз уақыт болғанда барып келеді, намаз оқиды да, соны неге ерте келмейді? Осы күнге шейін айтып келе жатырмыз, бірақ оны тыңдамай жатыр. Бірінші шағымыз сол деді. فسكت قليلا وما تقول في ذلك يا سعيد فسكت قليلا ثم قال والله إني كنت أكره أن أقول ذلك. Кейін Омар ибн Хаттаб жаңағы Саид бин Амирді шақырды, бәрі сөйледі ғой. Кейін айтты, бұл не нәрсе бұл? Мына халықтың сен жайда осы деп жатыр. Жауап беріңіз дейді. Кейін жаңа айтқаны, енді сіз басшы ретінде сұрағандықтан ғана айтайын дейді. Бірақ осы күнге шейін біреуге тіс жарып айтқанды жек көретін деді. Өзіме дұрыс көрмейтін осы амалымда. Бірақ енді сіз сұрағаннан кейін мен айтайын енді. Ама ва иннаху ла будда минху фа иннаху лайса ли ахли khadimun fa aqumu fi kulli sabahin fa ajinu lakum ajinakum thumma taryasu qalilan hatta yahtamira thumma akhbisuhu lahum thumma atawadda wa akhruj lin nas.
Енді оны айтайын, біздің үйде енді қызмет, мына кісілер секілді қызметкерлеріміз, көмекшілеріміз болмағандықтан, үйде келді әйелім ауырып қалады. Сонымен өзім ерте тұрамын да, жаңадай қамыр илеймін дейді. Иә? Қамыр ашытып қоямын да, қамыр илеп, ол кісінің көтеріліп, нан боп, оны жауамын дейді. Сөйтіп жүрген кезде таң атып кетеді дейді. Күнделікті жейтін нанымыз болғандықтан, әйтеуір әйеліме көмектесіп, бала шағама соны бітіремін де, тез асығып дәретімді аламын да мешітке жүгіремін дейді. Келсем, елдің бәрі осы жерде мені күтіп алады, әрдайым осындағы. Бірақ ешкімге айтқан емеспін, сіз сұрағандықтан айтып жатырмын деді. Иә? Айыбым осы ғана деді. Ол айып емес екен, ол не істеп жүр екен? Өзінің отбасында, өзінің міндеті болмаса да көмектесіп жүр екен. Бауырлары, біздер үшін западлау ғой мынаның бәрі. Қамыр илетті деп естісе қалай болады ол әңгіме? Бауырымыз қайда десе, ол үйінде нан жауып жатыр десе, ол қалай естіледі құлаққа? Бірақ бауырлар, бұл западлау нәрсе емес, ақырет үшін, сауап үшін адамдар істей беру керек. Өйткені адамзаттың асыл тажы пайғамбар алейхиссалам да өзінің киімін тіккенін айтқан хадисте. Расул алейхиссалам ешкі сауған жайында риуаяттар бар. Яғни Расул алейхиссалам үй қызметінде болғандығын жайында Айша анамыздан келген риуаяттар бар. Міне пайғамбар істегендіктен біздер Расулланың үмбеті болғандықтан бауырлар, отбасымызға көмектесу біздің атымыздан садақа болады екен. ثم قال عمر فقلت لهم وما تشكون منه أيضا قالوا إنه لا يجيب أحدا بالليل. Кейін халифа бірінші сұрағын қанағаттан риза болды да, енді екінші сұрақтарын қойындар еді. Жаңа айттыңыздар ғой төртеу деп. Біріншісі кетті. Екінші қандай нелеріңіз бар, шағымдарыңыз бар деген еді. Мына біздің басшымыз еді, түнде бір адамды қабылдамайды дейді. Күндізден барса қабылдайды, сөйлесеміз, бірақ түнде кейде қолымыз күндіз босамайды, түнде барып есігін қағып, үйіне кіріп әңгімелесіп бірдеңені сұрайын десек, біз қабылдамайды дейді. Еш қайсымызда. Соны айтсаңыз, енді басшы болғаннан кейін түнде де халықты қабылдау керек қой бұл кісі. Деп соны шағымданып айтты. Сол кезде халифа ай Саид бұған не айтасың деген еді. Қал инни валлахи кунту акраху ан уалина хаза айдан. Ай момындардың басшысы айып етпеңіз, осыны кешір, осында біреуге айтуды мен дұрыс көрмейтінмін, бірақ сіз сұрағанды айтамын деді. Ва ана қад жаалту нахара лахум вал лайла лиллахи азза ва жалла. Мен өмірімді екіге бөліп алғанмын деді. Күндіз халқыма арнап қойғанмын деді, түнде Аллаға арнап қойғанмын деді. Ренжімеңіздер, мен түнде Алламен боламын деді. Ол менің хаққым деді. Ал күндіз хаққымды адамдарға беріп қойғанмын мен. Күндіз сағаттап болса да осы халықтың игілігінде жүре беремін мен уақытымды өткізіп дейді. Бірақ түн болған кезде ренжімесін, мен Алламен боламын деді. Түнгі өмірімді Аллаға құлшылықпен өткіземін. Түнімен сол құлшылықпен, дұғамен өткіземдігін айтып жатыр. Айып етпеңіз, ешкімге айтқан емессің, бірақ сіз сұрағандықтан айтып жатырмын деп, сол айыптарын бәрін айта бастайды. Кейін халифа оған риза болады да, енді үшіншісін сұраңдар еді. Жаңа төрде айтқан еді ғой. Үшінші арыздарың не дейді? Жаңа шағымдарың не десе, қалу иннаху ла яхружу илайна яуман фи шахр. Үшінші шағымыз дейді, бір айда бір мәрте үйінен мүлдем шықпай қоятын әдеті бар дейді. Соғаш не есептеп жүреді де бұлар ше? Қазақ айтады, молданың калошын теріс деп айтпаңдар деген. Сол дәрсе әлде бізде келе жатыр да қазір. Имам машинамен жүрсе, машинамен жүр деп айтады. Жаяу жүрсе, жаяу жүр деп айтады. Келмесе, келмейді деп айтады. Келсе, келді деп айтады. Қараңыздар бауырлар, міне сол нәрсе ол кезде де болған екен да. Не дейді? Имам неше мәрте келіп кеткеніне санап жүретіндер бар. Бір мәрте, айына бір мәрте не істейді дейді мына кісі? Үйінен шықпай қояды дейді. Не нәрсе ол? Не болады, не нәрсе? Әр айда санап жүреді екен да, бір айда бір мәрте шығып қойған әдеті бар. Соны сұраған кезде ол кісі айтады: "Лайса ли хадим я амир муъминин ва лайса инди сиябун гайру аллати алайя ва ана агсилуха фи шахри маррatan ва антазируха хатта tajiffa thumma akhruja ilayhim fi akhir nahar thumma qultu wa ma tashkuna min faydan." Кейін жаңағы үшінші сұрағына жауап берді. Ай момындардың патшасы, мен де бұны айтуды дұрыс көрмейтінмін, бірақ сұраған екен айтайын сізге. Жаңа сөздің басын айтқанда біздің үйде қызметкеріміз де жоқ. Және менің осы бір киімнен басқа киімім жоқ дейді. Осы киімді бір айда бір мәрте мен жуып қоямын дейді. Ол кеппей қалады. Мынау су болып қашан кепкенге шейін үйден шыға алмай қаламын дейді. Сол бір күн уақыт кетеді соған.
Содан кейін кепкеннен кейін барып қайтадан таза киімді киіп аламын да қайтадан бір ай бойы сонымен жүремін сол киіміммен. Келесі айда тағы да кірленеді мына киім. Тағы да жуып қоямын дейді. Сол да кепкенге екінші мәрте ауыстырып киетін киім болмағандықтан үйден шыға алмай қаламын. Айыбым сол дейді. Иә? Қараңыздар, қандай нәрсе жүріп жатыр мына жерде, субханалла. Кейін халифа Омар радхияну риза болады да халқына енді төртіншісін сұраңдар енді дейді. Иә? Төртінші, жаңа айтқан ғой төртеу деп. Төрт шағымыз бар деген. Төртінші сұрағыңдар дегенде қалу тусибу min hina ila akhir ghashiyatan fayaghibu amman fi majlisihi. Төртінші біздің бір шағымыз еді, айтыңызшы маған. Біз мәжілісте отырсақ та, былай жүрген кезде де бұның сондай талып қалатын бір әдеті бар. Өзінен кетіп құлап қала береді. Соның емінде біз біле алмадық. Қанша дәрігерлерді емдейік деп кірісіп те көрді, бірақ еш ем қонбайды мынаған дейді. Бұдан да асқынып кеткен адамдар емделіп жатыр. Бірақ мына кісі не істемейді? Емделмейді. Яғни ем қонбайды. Өзінен сұрасақ та ешкімге айтпайды не болып жатқанын. Не істеп қалады? Бұлай отырған кезде адамдармен әңгімелесіп, құлап, кәдімгідей ес-түссіз құлайтын болған, есін білмейсің. Адамдар оны су нетіп, қайтадан тұрғызбағанға шейін есін білмей қалатын. Соны сұрап жатыр. Не нәрсе? Мүмкін сізге айтар осы нәрседен. Деп сұрайды. Фақулту ва ма хаза я Саид, сөзі Омар ибн Хаттаб, ей Саид бауырым, енді төртіншісін айтатын, бәрін айтып келатсың ғой, не болды ол жерде? Не мәселе деген кезде айтады ол кісі? Шахидту масра Хубайб бин Ади ва ана мушрикун. Мен мушрик кезінде дейді. Мушрик деген кім? Мушрик деген кім? Кәпір деп жатыр мына жақта біреулер. Кім мушрик деген? Ау? Ширк деген не? Аллаға серік қосу. Мушрик деген соны Аллаға серік қосатын адамның сол аты. Иә, ширк болса, Аллаға серік қосу болса, алдына эмді қосып қойсаң мушрик болады. Мушрик кім екен ол? Аллаға серік қосатын сол авторы сол, адам сол. Сол Саид ибн Амир айтып жатыр, мен мушрик кезінде дейді, Пайғамбар алейхиссаламның жақсы көретін сахабасы Хубайб ибн Адиді мушриктер ұстап алып, оны денесін қалай былай бөлшілегенін мен көзім көрді дейді. Иә, бөлшілегенін. Ватақуллаху атухибу ан якуна Мухаммадин маканак. Сол кезде олар айтқан еді оған, сенің орныңа қазір Мұхаммедтің қалғанын қалайсың ба деп сұраған кезде дейді, фаяқул валлахи ма ухибу ан акуна аминан фи ахли ва валади. Жоқ, пайғамбар осылай қиыншылық көріп, менің бала шағам, отбасым аман қалған дұрыс көрмеймін. Ва анна Мухаммадан ташукугу шаукатан. Тіпті пайғамбардың іш жеріне тікен кіргенін қаламаймын. Одан гөрі мен былай болшаланып, мен соны өзіме дұрыс көремін, пайғамбардың орнына деп айтқанын мен көрген едім дейді. Ва инни валлахи ма закарту залика al-yawm ва кайфа анни таракту нусратаху илля занату анналлаха ла яғфиру ли. Сол кезде жаңа Хубайб деген сахабаның қолын жайып тұрып, осы жердегі е Алла, осы қауымның бәрін жермен жексен қылып жіберсін деп дұға қылғанда мен сол кезде тұрған едім. Мен қорқамын, сол сахабаның дұғасы қабыл болған, Алла мен ешқашан кешірмеймін ба деп қорқамын дейді. Сол кезде мен талып қаламын дейді. Иә? Өйткені қалай азаптаған есінде ғой бәрі. Сол кезде ол қалай Аллаға жалбарынып, жылап өмірден өткенін бәрін көзім көрген. Алланың пайғамбардың сахабаның дұғасы сөзсіз қабыл. Мен өмірден бері қанша амал жасасам да, бірақ Алла мені кешірмеймін ба деп қорқамын деп осыны есіме алған кезде, фасабатын tilkal ghashiya. Сол кезде осындай маған өзімнен кетіп қаламын да білмеймін не болатынын дейді. Айна залика фақала Омар алхамдулиллахи лази лам юхайиб занни бихи. Сол кезде Хаттабтың баласы Омар радхияну бүткіл халыққа Аллаға мақтаулар болсын. Менің тағайындалған адамның жайында менің оған деген ойым керемет еді. Расулланың оған деген ойы, оған деген пайғамбардың да несі керемет еді. Сол ойымнан айырмастан, одан да арғы беделі көтергізіп қойғанына Аллаға мақтау болсын деп Омар ибн Хаттаб сөзі риза болып, Аллаға мақтау айтты дейді. Содан бағасаллаху би алфи динарин лиястаина бихи аля хажатихи. Сөйтті де Омар ибн Хаттаб риза болып, кетерінде тағы да 1000 динар ақшаны бергізіп кетеді соған. Кімге? Саид ибн Амир деген сахабаға. Өткені оған жан ашып тұр бір жағынан,
жаңа айтты ғой, киетін киімі нешеу екен оның? Шифонер жоқ екен ол кісіде. Ауыстырып киетін киімдер жоқ екен. Біреу ғана екен. Сол себепте ол мұқтаждығын бәрін көзі жетті, және 1000 динарды бөлгіздіріп беріп кетті. فلما رأتها زوجته قالت له الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك. Кейін әйелін көзінше болып жатқан еді дейді, бәрі әйелі көрді, 1000 динарды беріп кеткенде көзі көрді әйелі. Сол кезде әйелді Аллаға шүкірлер болсын, бізді сондай қиыншылықтан көтеріп енді қызметкер алатын болдық қой деп айтты дейді. Не аламыз деп жатыр үйге? Қолымызды ыстық суға малып, қызметкерді жұмсап енді деп сондай күнге де бізде жеттік қой деп әйелі риза болып ар жақта қуанып жүр дейді. اشترى لنا مؤنة واستأجر لنا خادما فقال لها وهل لك بما هو خير من ذلك قالت وما ذلك. Кейін жаңа Сайд бин Амир әйелінің сонда риза болып жатқан бәрін естіп болғаннан кейін, ей қатын деп айтты, бұдан да қайырлы, бұдан да керемет бір қуанышым бар саған деді. Сен қазір риза болып жатсың ғой, мен сен бұдан да қатты қуанта алатын жолды біліп тұрмын деді. Кейін әйелі, бұдан да қуантатын не болуы мүмкін, айтыңыз онда. Айтыңыз, онда қуанайық дәл шары қарай. Деген кезде қалат уамазак қала надфауха иля ман яътина биха ва нахну ахваж ма накун илайха. Бізге мұқтаж болған еліміздегі адамдардың бәріне бөліп берейік мынаны деді. Енді біз Аллаға шүкір ғой, жағдайымыз, Құдайға шүкір тауба әйтеуір не. Бірақ бұған да мұқтаж болып жатқан адамдар бар ғой елде. Солардың көңіліне қазір қуаныш сыйлайтын болсақ деді, Алланың алдында бүгінгі қазір сен мынау динарға қуанып жатқан ол жай болып қалады деді. Алла бізді қуантады. Қалай ойлайсың деген еді әйелі, қалат уамазак қала нуқридуха Аллаха қардан хасана. Қалай істейміз деген еді, Алла Тағала біз жақсылық істеп қарыз береміз деді. Өткен Құран кәрімде Алла айтқан, кім Алла Тағалаға қарыз беретін болса деген, Алла Субхана ва Тағала ол сендердің берген қарыздарыңды еселеп қайтарады өздеріңе деген. Аллаға қалай қарыз бересіз? Қарыз сол, мына бауырыңызға көмектесіп жіберсеңіз қазір мұқтаж болып тұрған, сол Аллаға берген қарызыңыз есептелінеді деген. Мысалы бір бауырыңыз сізге не болып тұр? Мұқтаж болып тұр. Немесе сізге емес, жалпы сіз оны көрдіңіз, Алла сіздің көзіңізде көрсетті соны. Басқалар оны көре алмайды, бірақ сіз көрдіңіз сол нәрсені, Алла сізге нәсіп етейін деп жатыр сондай амалды. Соған бар көмектесіп жіберсеңіз, не болады? Шариғат бойынша Алла Субхана ва Тағалаға сіз қарызыңызды өткіздіңіз. Яғни Алла сізге қарыз болып қалады енді. Алла Тағала оны сізге не қайтарады? Еселеп сауабымен мына өмірде де, ана өмірде де Алла Тағала еселеп қайтаратындығын айтқан Құран кәрімде. Мына Сайд бин Амир радиаллаху анху әйеліне осыны айтты, осы амалдарымызды адамдарға жақсылық беріп, Аллаға қарыз қылып қоймаймыз өзімізге деді. Алла бізге қарыз болып қалсын да осылай. Сөйтіп Алла Тағаладан өзімізді қарызымызды өндіріп жүрмейміз бе екі өмірде деп әйеліне өсиет айтты. Әйел де машалла екен, бірден күйеуін қолдады. Қазір біз әйелімізді сөйтіп айтса, білмеймін қалай болатынын. Жаңағыдай бір байлыққа біреулер көмектессе сізге, сөйтіп соны неңе салып алып, үйіңе апарып ортаға қойып қойып әйеліңе өсиет айтсаң, қатын қалай ойлайсың? Мынаны не істейміз деп. Аллаға қарыз берейік деп айтсаң, не айтуы мүмкін? Оның жауабы екі түрлі болуы мүмкін. Дәріске қатысып жүрген бауырларымызда үйінде сол әйелдерінде деңгейін көтеріп, оларға дәріс беріліп, тақуалықпен үйретіп жүрген әйелі болса, онда оның да әйелі иншалла Сайд бин Амирдің әйелі секілді жауап беруі мүмкін. Әрине, солай істейік деп айтуы мүмкін. Екінші біреуі бар, дәріске бір келсе келеді, келмесе келмей қояды, тип қашып жүргендер бар. Оның үйінде әйелі де онша білім алып жүрген жоқ, соны себепті оған дүние мәселесі олардың ең әлсіз жері болуы мүмкін. Өзіміз мұқтаж болып жатқан кезде қандай мұқтаж біреу өтейін деп жатсың сен? Алла берді бұны бізге. Саған керек болса, маған бер онда деуі мүмкін. Сөйтіп үйіңде фитна болуы мүмкін. Әрине. Міне Сайд бин Амир радиаллаху анхудың әйелін бауырлар тәрбиелеп білім қылғандықтың нәтижесі ол өзіне көмекші әйелі болған. Бәріміздің де Алла қосқан сондай жарымыз бар бауырлар. Біздер де сол әйелдерімізді не істеуіміз керек? Білімдандыру керек. Олардың да деңгейін көтеру керек екен. Олар да ақыреттік көмекшіміз болсын біздің. Олар да сол үлескер болсын. Оларға жеткізу керек. Сол кезде барып олар да не істейді? Мынау Абай атамыз айтқандай боқ дүниеден арылады соларда. Абай атамыз мынау өмір не деп айтқан? Боқ дүние деп айтқан.
Адамды боқтың көтерген қап деп айтқан бізді. Ертең өлсең одан да қатты сасық боласың дейді. Мына қарның қампиып тұрған қарын ол боқ ішінде тұрған. Неге? Сол боқ дүние деп адамдар қазір қаншама жақсылыққа айналып қалып жатыр. Әйелдеріміз де сондай болып жатқан болуы мүмкін. وما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في السرر. Сол күнгі мәжілістен тарамай жатып адамдар дейді, жаңағы Сайд бин Амир радиаллаху анху әйелі екеуі асығып дейді, үйіне барды да жаңағы динарларды бөліп адамдарға тарап тастады дейді. وقال لواحد من أهله انطلق بها إلى أرملة فلان وإلى أيتام فلان وإلى مساكن آل فلان. Сөйтті де адамдарды тіпті көмекке шақырды. Өтініш бауырым, анау ауылдың шетінде тұратын анау жесір апаны білесіңдер ғой. Иә, мынаны соны апарып берші, өтініш. Сауап ал сенде деп. Екінші бір ана ауылда ана жетім балалар білесіңдер ғой. Мынаны соны апарып бер. Түреншеге апарып бер, көмектесіңдер деп. Адамдардың да жақсылық істеуіне үлескер болуға да ол кісі үндеді дейді. Яғни өзі апарса да болады дейді. Бірақ адамдардың да сол сауапқа үлескер болғандығын қалап, не істеді? Оларды да сауапқа кенелтіп жұмыс жасады дейді. Міне Сайд бин Амир Жұмаха деген сахаба сөйтіп бұл кісінің лақабы атағы солай қалып кеткен, ақыретін дүниемен сатып алды деген сахаба осы. Қалай сатып алды дүниесін, ақыретін? Жаңағыдай Алланың берген нығметтерін беру арқылы адамдарға ақыретін сатып алды деген сахаба осы. Субханака астағфирука ва атубу илейк. Алла субхана ва тағала естіген білгенімізге амал етуіміз баршамызға нәсіп етсін. Алла субхана ва тағала осы пайғамбар алейхиссалам сахабалар секілді біздердің де жүрегімізге тақуалықты орнатып, дүние фитналардан амандай етіп, өзіне шынайы құл болуды, Расулаллаға шынайы үммет болуды біздерге және біздердің ұрпақтарымызға Алла өзі нәсіп еткейсін. Шайтанның уасуасасынан, алауыздықтан, фитнадан біздерді амандай еткейсін. Елімізді, жерімізді, шекараларымызды, қыздарымызды, абыройымызды, дінімізді Алла өзің қорғағайсың. Алла тағала имамдарға, ұстаздарымызға өзің күш-қуат бергейсін. Артына келатқан жамағаттарға Алла тағала халқымызға ауыз бірлік бергейсін. Алла субхана ва тағала біздерді және біздердің ұрпақтарымызды өзінің сиратул мустақим тура жолында жүретін сүйікті құлдарынан болды баршамызға өзі нәсіп етсін. Ва саллаллаху тағала хайр халқихи Мұхаммад Мұстафа ва аля алихи ва асхабихи аджмаин би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.